Армысыздар, арнада бұқымы жаңалықтары. Бірінші қазан күні университетімізде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сұхбатына байланысты ұлытау төріндегі ой толғау атты ғылыми тәжірибелік конференция оздырылды. Елбасы қазақ ел үшін киелі мекен Ұлытау жерінде ұлттық мәселелер, тіліміз бен дініміз, ұлттық тарихымыз туралы ой қозғады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осыған дейінгі өзекті мәселелер мен толғақты дүниелер туралы бұқаралық ақпарат құралдарын жылына бірнеше рет салиқалы сұхбаттар беріп жүргені белгілі. Оның қайсы сұхбаттарында көтерілген мәселелерге халықтың жүрегінен берік орын алып келеді. Осы айтқандарды ақылға салып шешіп, қателіктерге бой алдырмай, қол жеткізген табысымызды пайымдап, алды-артымызды, жүрер жолымызды өз кезеңнен сай сараптап, бағалап отыру ерекше маңызды. Ұлытауға шыққан барма, олардың үнін ұққан барма деген қасиетті қағидалардың өзінде талай сыр жатқандай. Тілі мен дін ғана емес, ел тарихы, қазіргі экономика мәселелері, Украинадағы шиеленіс тудырған проблемалар және басқа да өмірдің өзекті мәселелерін жан-жақты қамтып, кеңінен толған ұлт ұясы Ұлытауды толымдап толғанысына Нұрсұлтан Назарбаевтың ғаламдық деңгейіндегі ұлағатты ойшыл екенін тағы бір мәрте риясыз таныдық. Конференция барысында облыс әкімінің орынбасары Макен Бақтияр Макенұлы Ұлытау төріндегі елбасымыздың берген сұхбаты барысында қазақстандықтардың руханиятынан бастап мәдени тарихи мұраларына дейін Нұрсұлтан Назарбаевтың назарынан тыс қалмағанын атап өтті. Ертеңгі болашақ, бүгінгі болашақ. Бірақ егерде біз болашаққа көзімізді қоямыз десек, оған қалай қараймыз деп сансатымен дамимыз десек, біз әрдайым алдарымызға қара жүгіріп, көне тарихымызға, сол тарихымыздағы көтерген ата-бабамыздың ерік рухын көтерген, тарихтан тарихқа, ғасырдан ғасырға алмас болған қазақ елі мәңгілік ел болып жарасуына үлкен сипаттама берді. Қазақстандық жоғарғы білім беру жүйесінің идеологиялық іргетасы ұлтымыздың рухани және мәдени мұралары екені анық. Ұлттық құндылықтарымызды сақтау және өскелең ұрпаққа аманат ету біздің кәсіби әрі азаматтық борышымыз. Сондықтан біз ата-бабамыздан жеткен рухани мұрамыздың ұрпақтан ұрпаққа жетуіне жауаптымыз. Бұл жауапкершілікті түсіну, еліміздің өткеніне құрметпен қарау университет ғалымдарының азаматтық ұстанымы, деді профессор Серікқали Шарабатов. Шараға құрметті қонақ ретінде Әділет департаменті басшысының орынбасары Қосдәулетов Хамидолла Мұхитұлы, Батыс Қазақстан облысы бойынша орыс мәдениет орталығының төрағасы Погодин Сергей Михайлович қатысты. Сонымен қатар дүниежүзілік тарих және әлеуметтік саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы Шахиев Тұрар Төлегенұлы елбасы позициясы ел тәуелсіздігінің бағдары тақырыбында баяндама жасаса, құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, тарих ғылымдарының магистрі Сабырғалиева Назгүл Бақтығалиқызы мәңгілік елдің ертеңі жастар тақырыбында баяндама жасады. Аталған ақпараттар легі осылай болды. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.